Сәлем достар. Хай. Бүгін біздің ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Біз the difference between present perfect and past simple, яғни қазіргі шақ пен өткен шақтың арасындағы айырмашылықтарды қарастырады екенбіз. Ал ендеше кеттік. Өткен шақ және қазіргі шақ, яғни past simple and present perfect. Бұларды біз өткен сабақтарда, алдыңғы сабақтарда қайталап, енді бүгінгі осы екі шақтың айырмашылығын қарастыру үшін тағы да бір бұлардың формулаларын, қалай жасалу формулаларын қарастырып кетейік. Сонымен past simple, яғни өткен шақ, present perfect ол қазіргі шақ. Past simple бізде subject plus past simple of the verb, яғни бастауыш пен етістіктің өткен шағының қосылуының арқасында жасалынады. Мысалы, I worked. Яғни I subject, бастауыш, worked, өткен шақтың етістігі. Сұраулы сөйлемді did деген көмекші етістік арқылы жасайтынбыз. Did I work? Яғни бастауыштың алдына did көмекші етістік қойылып, сұраулы сөйлем жасалынады. Did I work? Мен жұмыс істедім бе? I didn't work. Мен жұмыс істемедім. Мен жұмыс жасамадым. Яғни did деген көмекші етістігімізге not деген болымсыз формадағы бөлшек қосылып, didn't деген, яғни жоқ деген бізге көмекші етістік болып, болымсыз формада сөйлем құрастыруға көмектеседі екен. Ал енді present perfect'те subject plus have has plus main verb past participle. Яғни subject деп отырғанымыз есімдіктер және көмекші етістіктер әр есімдікке байланысты have has және үшінші формасы қолданылады. Мысалы, she has written. She көмекші етістік has үшінші жақта естеріңізде болса, және write деген етістіктің үшінші формасы written. Ол жазды. She has written. Сұраулы сөйлемді көмекші етістікті бастауыштың алдына шығару арқылы жасаймыз. Has she written? Ол жазды ма? She hasn't written. Ол жазған жоқ. Яғни has көмекші етістіктен кейін not деген болымсыз форманың бөлшегін қосып, біз болымсыз сөйлем жасайды екенбіз. Осылай екі шақтың уақыт үстеулерін алдыңғы сабақта қайталап өтсек те, бүгін тағы да бір еске салып өтейік. Present past simple, өткен шақ және қазіргі шақ present perfect'те қандай уақыт үстеулер бар екен? Yesterday, кеше, the day before yesterday, алдыңғы күні, last week, last month, last year, last century, өткен аптада, өткен айда, өткен жылы, өткен ғасырда, 5 minutes ago, 5 минут бұрын, 2 weeks ago, 2 апта бұрын, немесе 1 minute ago десек те, 1 минут бұрын болса да, ол өткен шаққа жатады екен. Яғни ago деген сөздің өзі толықтай өткен шақтың сөйлемін жасап тұрады. Ал енді present perfect'тің уақыт үстеулері already, әлде қашан ever, бұрын соңды, never, ешқашан, yet, әлі, just, жаңа ғана, recently, жуық арада, жақын арада, today, бүгін, this week, осы аптада, this year, осы жылы, past simple және қазіргі шақ, present perfect бірнеше жолдармен жасалынады. Енді бірінші жолы past simple, мысалы, өткен шақтағы өтіп кеткен уақытты, яғни өтіп кеткен жағдайды білдіреді. Ал present perfect өткен шақтағы басталған іс-әрекетті осы шақпен байланыстырып отырады екен. Мысалдан көріп түсінуге тырысайық. I worked yesterday. Мен кеше жұмыс істедім. Яғни өтіп кетті уақыт. Кеше істедім, бітті. Сонымен ол жұмыс бітті. Уақыт өтіп кетті. Ал present perfect'те бұл сөйлемді I have worked all day. Яғни I have worked деп айтамыз. Have көмекші етістік және үшінші форманың етістігі worked. I have worked all day. Мен күні бойы жұмыс істедім. Яғни таңертең бастадым, немесе 1-2 сағат бұрын өткен шақта бастаған ісімді әлі жасап отырмын. Осы шақпен байланыстырып отырмын. She forgot my birthday. Ол мен туған күнді ұмытып кетті. She forgot my birthday. Present perfect'те she has forgotten my birthday. Айырмашылығы неде? Яғни she forgot my birthday. Maybe last week. Өткен аптада мүмкін ол ұмытып кетті. Яғни ол ұмытып кетті, кеше ұмытып кетті, өткен аптада ұмытып кетті. Ал егер present perfect қолданып айтатын болсақ, she has forgotten my birthday, яғни ол жыл сайын ұмытады. Былтырда ұмытты, алдыңғы жылда ұмытты, биылда ұмытты. Ондай адамдар бар ғой, айтамыз ғой, ой, ол биылда мен туған күнді ұмытып кетті деп. Міне дәл сондай адамдарды айтқан кезде біз present perfect қолданамыз. She has forgotten my birthday.
Биыл да ұмытып кетті ол. Жалпы ол менің туған күнімді ұмытып кетеді. They lost their bag. Олар сөмкесін жоғалтып алды. Яғни кеше, мүмкін алдыңғы күні, мүмкін былтыр сөмкен жоғалтты, бітті. Уақыт өтіп кетті, ол туралы әңгіме қозғалмайды. Ал енді they have lost their bag десек, мысалы, олар сумкасын жоғалтып алды. Яғни қай кезде жоғалтты? Өткен шақта жоғалтты, бірақ ол сумка туралы қазір әңгіме қозғалып жатқандықтан present perfectте айтады екенбіз, ол сөмкені жоғалтып алғанмын деп екенбіз. Ал енді өткен шақ пен қазіргі шақтың екінші жолы бұл past simple, мысалы өткен шақтағы өтіп кеткен іс-әрекетті білдіреді. Алдыңғы бірінші жолымыз өтіп кеткен уақытты, жағдайды білдірсе, бұл енді өтіп кеткен іс-әрекетті білдіреді. Ал present perfect өткен шақта басталған іс-әрекетті қазір ғана осы шақта жаңа аяқталған іс-әрекетті білдіреді екен. Мысалы, I did my homework өткен шақта. Мен үй жұмысын жасап қойдым. Маңызды емес қашан жасағаны, бірақ әйтеуір былтыр ма, кеше ма, 2 сағат бұрын ба ол жасап тастады. I did my homework. Уақыт өтіп кетті. Ал енді осы сөйлемді present perfect айтатын болсақ, I have just done my homework. I have just done my homework. Яғни мен 2 сағат бұрын бастаған үй жұмысын қазір біттім. Міне, қазір сен сұраған кезде біттім. Немесе кеше бастаған үй жұмысын қазір біттім. I have just done my homework. She had dinner. Ол кешкі асын ішіп алды. Кешкі асты ішіп алды. Өтіп кеткен шақ. Қашан ішкені маңызды емес. Мүмкін 2 сағат бұрын, мүмкін бағана ішіп алды. Әйтеуір дастархан басына жиналардан бұрын ол ертерек ішіп алды. Ал she has eaten the dinner десек, she has eaten деп алды. We discussed the grammar. We discussed the grammar. Біз грамматиканы талқыладық. Бұрын, кеше, 2 сағат бұрын талқылап тастадық, ол іс-әрекет өтіп кетті. Ал енді we have already discussed the grammar. Біз жаңа ғана талқыладық. Біз сеңкелердің алдында ғана талқылап тастадық. Яғни өткен шақта басталған іс-әрекетті біз қазір осы жақын арада аяқтағанымызды present perfectпен көрсетеміз. Ал енді үшінші жолы өткен шақта белгілі уақытты міндетті түрде көрсетіп айтады. Ал present perfectте белгілі уақыт жоқ, уақыт үнемі белгісіз. Осыны еске сақтайық. Мысалы, she entered the university in 2019. She entered the university in 2019. Яғни ол университетке 2019 жылы түсті. Дәл белгілі уақытта, былтыр 2019-да түсті. Ал егерде present perfect осы сөйлемді айтатын болсақ, she has entered the university. She has entered the university. Яғни маңызды емес қашан түскені. Жалпы оқуға түсті. She has entered the university. I visited Astana in 2015. I visited Astana in 2015. Яғни Астанаға мен 2015 жылы барып қайттым. Ал present perfectте дәл белгілі уақытыңызды айтпайсыз, уақыт белгісіз. I have visited Astana. Яғни жалпы бұрын соңды осы уақытқа дейін әйтеуір бір барып көргенмін Астанаға. I have visited Astana. Келесі, өткен шақ пен қазір шақтың төртінші жолы бұл аяқталған уақытты білдіреді past simple. Яғни өткен шақта дәл аяқталған уақытта біз past simple'ды қолдансақ, present perfectте аяқталмаған уақытты қолданады екенбіз. Ол, мысалы, last month I learned some words. Өткен айда мен біраз сөздер жаттадым. Яғни, ол сөз жаттаған уақытым аяқталып қойды ол. Өйткені ол өткен айда болды. Ол өткен ай қайтадан қайталап келмейді ғой. Last month өтіп кетті, ол қайталанбайды, аяқталып қойған уақыт. Ал аяқталған уақыт болғанда біз міндетті түрде past simple, learned, яғни қолданамыз. Ал аяқталмаған уақытта біз this month I have learned some words, present perfect қолданамыз. Ал енді ол қандай мағынада тұр сонда? Яғни осы айда мен біраз сөздер жаттадым, бірақ бұл ай әлі біткен жоқ. Бұл айдың соңына дейін мен әлі де біраз сөздер жаттауыма мүмкіндік бар деген мағынаны білдіреді. She didn't call me yesterday. Ол кеше маған қоңырау шалмады. She didn't call me yesterday. Яғни өтіп кеткен аяқталған уақыт, иә? Кешегі уақытпен аяқталып қойды. Яғни уақыт өтіп кетті. Ал in present perfectте she hasn't called me yet. She hasn't called me yet.
ол әлі маған хабарласқан жоқ, ол әлі маған қоңырау шалған жоқ. Яғни әлі деген yet деген сөздің көмегімен біз аяқталмаған уақытты көреміз. Әлі де мүмкін бүгін кешке дейін хабарласып қалуы мүмкін деген мүмкіндік бар. They completed the project last week. Олар жобаны өткен аптада аяқтады. Яғни аяқтап қойды. Қашан? Өткен аптада, last week. Past simple, яғни өткен шақта аяқталып қойған іс-әрекет. Ал енді present perfect, they have completed the project this week. They have completed the project this week. Яғни олар жобаны осы аптада аяқтады. Бірақ осы аптада деген сөздің көмегімен аяқталмаған уақыт екенін біліп түсініп тұрамыз біз. Тыңдаушы, яғни бұл әлі де бұл жобаны қарастыратын, әлі де бұл жобаны көркейтетін туралы мүмкіндік өзіне жаңа хабар алып тұрады. Ал енді 5-ші жолы өткен шақ пен қазіргі шақ, present perfect'ның. Бұл өткен шақта нақты уақытты көрсету, point in time. Яғни ол қай кезде? Сұрақ қойған кезде. Сұрақ қойған кезде дәл, нақты, қашан деген сұрақты біз өткен шақта ғана қоямыз. Ал қашан деген сұрақты біз present perfect, яғни қазіргі уақытта, қазіргі шақта қоя алмағандықтан біз бұл жерде қанша уақыт аралығын ғана біле алады екенбіз. Дәл нақты қашан дегенді біле алмаймыз present perfect'те, бірақ жаңағы уақыт аралығын, қанша уақыт ол осындай нәрсе жасады дегенді present perfect'ның көмегімен білеміз. Ал енді мысалдарға қарайық. Мысалы, when did you, яғни when деген сұрақты біз past simple'да қоямыз, дәл нақты. Ал how long have you деген бұл present perfect'ның түрін сұрағы. Яғни қашан, қай уақыт, қанша уақыт аралығы деген сұрақты present perfect'те қолданамыз. Мысалы, when did you get married? When did you get married? Сен қашан үйлендің? Ал енді present perfect'те сен қашан үйлендің деп айта алмаймыз. Ал енді how long have you been married десек, сен үйленгелі қанша уақыт болды деп уақыт аралығын ғана сұрап білу үшін present perfect қолданамыз. Келесі, when did you start this job? When did you start this job? Сен қашан бұл жұмысты бастадың? How long have you had this job? How long have you had this job? Сен бұл жұмысты қанша уақыттан бері істеп келе жатырсың? When did you move to Astana? Қашан сен Астанаға көшіп кеттің? When did you move to Astana? How long have you lived in Astana? How long have you lived in Astana? Астанада қанша уақыттан бері тұрып жатырсың? When did you meet Әлібек? When did you meet Әлібек? Әлібекті қашан кездестірдің, немесе Әлібекпен қашан таныстың? Ал енді present perfect'те таныстың деп сұрай алмаймыз, сондықтан ал Әлібекті қанша уақыттан бері білесің? How long have you known Әлібек? How long have you known Әлібек? Ал енді түсінікті болса, мен сіздермен біраз осы бағана бері өткен тапсырмамызды пысықтау үшін мына жаттығуларды жасауға кеңес беремін. Ал енді мына берілген сөйлемдердің ішінде дұрыс сөйлемдер және бұрыс сөйлемдер, яғни қате сөйлемдер бар. Маған көмектесіп, сол қателерді табайық. Ал енді бірінші сөйлемде I have visited my sister yesterday. Мен кеше әпкеме барып қайттым. I have visited my sister yesterday. Қате бар ма? Мұқият оқып шығып, қарап көріңіздер. Жақсы. Енді бұл жерде сөйлем дұрыс емес. Неге? Өйткені біз ең бірінші сөйлем деп жаңа айттық қой. Неге көңіл аударамыз? Әрине уақыт үстеуіне көңіл аударамыз. Сөйлемде yesterday деген сөйлемде yesterday деген уақыт үстеу тұрғандықтан біз yesterdayді қай кезде қолданатынымызды ойымызға түсіріп, бірден көмекші етістікті қараймыз. Көмекші етістікті бұл жерде бізде present perfect тұр. Яғни бұл дұрыс емес деген сөз. Ендеше I visited my sister yesterday. Яғни have visited дегеніміз біздің дұрыс емес екен. I visited my sister yesterday. Кеше деген жерде біз present perfect'ің етістігімен көмекші етістігін қолдана алмаймыз. Өздеріңіз білесіздер. Келесі сөйлем. Did you see the doctor last week?
Did you see the doctor last week? Ойланайық. Сөйлем дұрыс па? Өте жақсы. Әрине дұрыс. Did you see the doctor last week? Тағы да бұл жерде көңілді неге аударамыз? Әрине уақыт үстеуіне. Last week, өткен аптада деп тұр, яғни аяқталған уақыт бұл. Өткен аптада. Сен дәрігерді көрдің бе? Яғни аяқталып кеткен уақыт тұрған кезде көмекші етістік did, past simple'дың көмекші етістік арқылы біз сұраулы сөйлем жасаймыз. Өте жақсы. Келесі. Have you heard the news? Have you heard the news? Жаңалықты естідіңіздер ме? Have you heard the news? Ойланайық. Өте жақсы. Бұл да дұрыс сөйлем екен. Яғни бұл сөйлемде бізде алдыңғы сөйлемдегідей уақыт үстеуі жоқ. Яғни аяқталған уақытты көрсетіп тұрған жоқ. Сондықтан біз жалпы жаңалықты естідіңіз бе деп present perfect пен сұраулы сөйлем жасап отырмыз. Келесі. When have you sent the email? When have you sent the email? Ал енді бұл сұраққа оп-оңай жауап береді деп ойлаймын. When have you sent the email? Бұл сөйлеміміз біздің дұрыс емес екен. Неге? Өйткені біз жаңа айттық when деген сұралы сөйлемді біз past simple'ды, яғни өткен шақтан нақты, дәл нақты уақытты білу үшін қашан сен хатты салып жібердің деп сұрау үшін бұл өткен шақта қолданады екен. Яғни when тұрған жерде біз did деген көмекші етістікті өткен шақта қолдануымыз керек. Ендеше when did you send the email? Қашан сен хатты салып жібердің? Яғни көмекші етістіктен кейін міндетті түрде өткен шақтың did деген көмекші жалғауы, көмекші етістігі бастауыш, содан кейін барып етістіктің бастапқы формасын қолданамыз. Қашан сен салдың? Келесі. I have applied for a job last week. I have applied for a job last week. Ал енді қарастырайық. Дұрыс па, дұрыс емес па? I have applied for a job last week. Мен өткен аптада жұмысқа өтініш беріп қойдым. Мен өткен аптада жұмысқа өтініш беріп қойдым. Бұл жерде сөйлем дұрыс па? Әрине дұрыс емес, өйткені last week деген бізде уақыт үстеуі көрсетіп тұр. Сондықтан біз have applied деп present perfect'ті көмекші етістік емес, жай ғана I applied for a job last week. Яғни өткен шақта сөйлемді құрастырады екенбіз. Жақсы. Келесі. We have finished our class at 2 o'clock. Ал енді сөйлемнің дұрыс екен қарастырыңыздар. We have finished our class at 2 o'clock. Біз сабағымызды сағат 2-де аяқтадық. Жақсы. Бұл жерде at 2 o'clock деген уақыт, дәл нақты уақыт тұрғандықтан біз have finished деп present perfect қолдана алмаймыз, As at 2 o'clock біз сабағымызды дәл сағат 2-де аяқтадық. Яғни нақты аяқталған уақытты. Аяқталған уақытты біз present simple'да қолданамыз дедік. Келесі. She has already written the letter yesterday. She has already written the letter yesterday. Ал енді бұл жерде тағы да уақыт үстеуі yesterday тұрған. Осы yesterday'нің көмегімен біз бұл сөйлемнің өткен шақта тұрғанын анықтап, has already, яғни present perfect'тің көмекші етістігінің дұрыс тұрмағанын анықтай аламыз. Сонымен дұрыс жолы she wrote the letter yesterday. Яғни present past simple'ның бастауыш өткен шақтағы етістіктің екінші формасы wrote және өткен шақтың аяқталған уақыты yesterday қояды екенбіз. Ол хатты кеше жазып қойған. Келесі. We have lived here for 2 years. We have lived here for 2 years. Біз бұл жерде 2 жылдай уақыт болып тұрып жатқанымызға. Әрине дұрыс. Өйткені for 2 years деген біздің уақыт үстеуі, яғни for деген біздің көмекші пысықтауыш үстеулеріміз бұл 2 жыл бойы уақыттың
тұрып жатқанымызды білдіріп, уақыт аралығының, уақыттың ұзақтығын жаңа айттық қой. Уақыттың ұзақтығын білу үшін біз present perfect қолданамыз деп. We have lived here for 2 years. Яғни бұл дұрыс сөйлем екен. Келесі. Did you do your homework? Did you do your homework? Және келесі сөйлем. Have you done your homework? Have you done your homework? Ал енді қалай ойлайсыздар? Бір сөйлеміміз біздің өткен шақта жасалынып тұрса, екінші сөйлеміміз present perfect пен, яғни қазіргі шақпен жасалынып тұр. Бұл жерде біздің екі сөйлеміміз де дұрыс. Яғни бірінші сөйлем өткен шақта жасалынып тұр. Did деген көмек жетістікпенен сұралы сөйлем. Өткен шақта past simple. Did you do your homework? Ал екінші present perfect пен have you done your homework? Енді айырмашылығы не бұл екі сөйлемнің? Бірінші сөйлем, яғни past simple. Бұл жалпы сен үй жұмысын жасадың ба? Яғни мұғалім тексеріп жатқан кезде айтады, иә? Үй жұмысын жасадыңдар ма? Жаттадыңдар ма? Немесе кітаптарыңды әкелдіңдер ма? Дәптерлерді қаптадыңдар ма? Деп қатар-қатар сұрап жатқан кезде бұл жай ғана тексеру үшін сұралып жатқан кезде did өткен шақта сұраймыз. Ана did you do your homework? Ал енді have you done your homework деген кезде ол жаңағы present perfect'ің жасалуының екінші жолын естеріңізде болса, өткен шақтағы іс-әрекетті қазір осы шақта аяқталғанын білдіріп жатыр. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз түсінікті болса, видео сабағымызды тағы да бір қарап шығып, тағы да бір тыңдап, қайтадан жаңағы уақыт істеулерін қайталап, жаттығуларымызды өздеріңіз бір жасап шығыңыздар.